назарыңызды кеудеңізге кірген және шыққан ауаға аударыңыз. Яғни тура осы кезде сіз чистое сознание, яғни тап-таза сана боласыз. Ош айтады, станьте пустым бамбуком дейді. Сіз тап-таза болып, ешқандай сіз вне программы, ешқандай бессознательный программа кетпеген кезде, тап-таза болып, үнемі осы тазалыққа кірген кезде, через вас заходит божественная энергия. Яғни потоктың энергиясы сізге кіре бастайды. Бұрын болмаған жаңа кезеңдер, жаңа сәттер, өміріңізге келмеген бұрынғы жаңа мүмкіндіктер осы қаншалықты сіз өзіңізді тазалыққа алып келе бересіз, сол кезде өміріңізге өтеді. Яғни осы үшінші топтағы адамдарды қазір просветленный адамдар деп атайды. Ондай адамдарда қазіргі уақытта өте көп. Яғни олар өзін ешқандай бессознательный программаларына бермейді. Үнемі дыханиеде тұрады, ішіндегі тап-таза болып, ешқандай ойға алып кете алмайды. Енді мен сіздерге осы сабақтардың барысында айтқан болатынмын. Яғни қазір су ішіп алайын. Түсініп жатсыздар ғой, иә? Конечно, мен сіздердің пікірлеріңізді көре алмаймын қазір. Келесі жол бәлкім пікір көретіндей технический мүмкіндік жасайтын шығармыз. Әрі қарай тыңдап алсаңыздар. Сколько человек там, Чингис? Хорошо. Енді мынау қазіргі үшінші кезеңде өмір сүріп жатқан просветленный адамдар уже әлемде өте қатты көбеюде. Яғни олар өзінің ішкі тазалығында үнемі чистое сознаниеға ұстап отырады. Мен сізге айтайын, егер сіз өміріңізге жылдам өзгеріс келген қалайсыз ба? Егер сіз өміріңізге күтпеген тосын сыйдың келгенін қалайсыз ба? Егер сіз өміріңізде квантовый скачок болғанын қалайсыз ба? Пожалуйста, просто сіздерге өтініш, бірнеше күн қатарынан таңертең ұйқыдан тұрасыз да, бірнеше күн қатарынан кәдімгідей чистое сознаниеға айналуды жұмыс істеңіздер. Кәдімгідей мен өзіме отырамын да, осы практиканы жасаймын. Осы медитативно жить деген дүние осы болып табылады. Үнемі осы шақта өзіңді қадап тастау. Мен настолько өзімді жылдармен тренировать етіп қадап тастағаным соншалық, тек қана осы шақта ғана өмір сүремін. Мен сіздерге қайталап айтамын. Сіздерде басқа шақ жоқ. Сіздің өміріңіз мынау қазір қасыңызда, міне, дыханияға назар аударған кезде сіз өзіңіздің ішкі жаңағы божественный энергиямен подключаться еттіңіз, ішкі әлемге өттіңіз, дыханияға назар аударған кезде, содан кейін сіз өзіңіздің ішіңізде болып жатқан процесстерді тыныштыққа алып келдіңіз, сіздің фокусыңыз өзіңізде тұр, и сіз уже жартылай іштесіз, содан кейін жан-жағыңызға қараған кезде, міне, сіз қазіргі шақтасыз, міне. Яғни сіз өзіңізді чисто тек қана қазіргі шаққа әкеле берсеңіздер, сіздер әрдайым божественный энергиямен, яғни потоктың энергиясымен үнемі байланыста тұрасыз. Ал егер енді біздің көпшілігімізді әрине өздеріміздің ойларымыз алып кетіп үйреніп қалған. Өйткені біз күнделікті қажетсіз ойлардың ішіне кіріп, сол жақты мекендеп, мынау қазіргі сәтті шығып кетіп, бір ойдың ішінде, который несуществующий, бір, уже, вы, хорошо, өте қуаныштымын. Қазір пока ештеңке жазбай отырыңыздар, пока отключите, потому что у меня это будет отвлекать. Мен аяғым кішкене сіңір тартылып қалды, сонымен арасында бүйтіп, деп аяққа қарай. Өтіп отырмын, түсіндіремін, бірақ сіздерге түсіндірмейінше жібермеймін, қыздар. Я хочу, чтобы жігіттер тоже бар екен ғой. Сіздердің түсінгендеріңізді шын жүрегіммен қалаймын, өйткені осы бір рет оянсаңыздар, онда менің тағдырымдағы өзімнің миссиямның орындалғаны, онда мен осы сіздің өміріңіздің өзгеруіне ықпал ете алғандығымның көрсеткіші болып табылады. Қазір қайтадан дыханияға назар аударамыз, міне. Кеудемізге. Бастапқыда сіздерге мына дыханияға назар аудару, Будданың керемет сөзі бар. Егер ояну деген өзіңнің дыханияңда бүкіл
фокусыңды осы дыханияға қадап тастау болып табылатын болса дейді, фокусыңды, яғни вниманиеңді, сознаниеңді, санаңды, есіңді осы жерге қойып қою, сен есің тек қана осы ішкі әлеміңде тұрған болатын болса дейді, онда мен осыны күндіз-түн жасаймын деген. Мен осы сөзді түсіндім да, яғни өзімнің фокусымды тек қана осы жаққа қойдым. Енді бастапқыда сізді ойларыңыз алып кетеді, және сіз қайтадан деп өзіңізді осы жаққа қайтарғанша арасындағы промежуток, яғни ортасындағы үзіліс 10 минут болуы мүмкін. 10 минуттың ішінде сіз ойға кетіп қалғаныңызды байқайсыз да, деп өзіңізді ұрыспайсыз. Мен неге ойдың ішіне кетіп қалдым, құдайым-ау деп өзіңізді қинамайсыз. Қайтадан дыханияңызға өзіңізді оралтасыз. Енді бастапқыда сізге қиын болатын болса, жамбота, онда просто алақаныңызға қоя беріңіз. Мен дыханияға қойып тастаған адаммын, өзімнің фокусымды все время здесь. Мен алып кету мүмкін емес. Өйткені білем, өткен шаққа барғаннан, өткен шақ жоқ екенін білем. Мен ол жаққа шарлағаннан қазіргі шағымды жоғалтатынымды, энергиямды жоғалтатынымды, потоктың энергиясын жоғалтатынымды білемді. Мен қайтарып өзімді осы жаққа қайтара берем. Сол кезде сіздерге бастапқыда осы жаққа оралу қиын болатын болса, онда өзіңіздің алақаныңызға аударыңыз назарыңызды. Кәдімгі міне алақаныңызды жұмыңыз да, назарыңызды осы жаққа қарай аударыңызшы міне. Сол кезде сіз өзіңіздің фокусыңызды қайда қондырып жатсыз? Денеңізге қондырып жатсыз, денеңізге. Өйткені адамдардың көпшілігі денені мекендемейді. Адамдардың көпшілігі бастың ішінде, ойдың ішінде, воображаемый, яғни шындық емес бір жаңағы кеңістіктің ішінде өмір сүреді. Ал сіз өзіңіздің денеңізге қондырып жатсыз. Сіз сол кезде денеңіздегі чувствительность, яғни сезімталдық арта бастайды. Біздің түп санамыз денемізде орналасқан. Енді мен сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Бұл нәрсенің қандай бастапқыда последствиялары бар. Сіз денеңізге қойған сайын өзіңізді ой алып кетіп барады, ойбай деп сіз қайтарасыз да, өзіңізді ұрыспайсыз, мягко қайтарасыз да, өзіңіздің дыханияңызге қойған сайын сіздің денеңіздегі сезімталдық арта бастайды. Біздің түп санамыз денемізде орналасқандықтан сіз өзіңіздің денеңіздегі әртүрлі жаңағы қорқатынын, денеңіздің дірілдеп тұратынын, үнемі денеңіздің жаңағы уайымдап тұратынын, жаңағы үнемі сіздің денеңіздің әртүрлі эмоцияларға кіріп кететініңізді өзіңіз көре бастайсыз. Осы кезеңде міндетті түрде сізге есеюге тура келеді. Яғни сіздің ішкі әлеміңізде, сіздің денеңіз, подсознаниеңіз, представьте, кішкентай 9 жасар бала. Или болмаса 8 жасар, 8-7 жасар бала деп ойлаңыз. Сіздің ішіңізде подсознаниеңіз 7-8 жастағы бала. Бірақ сіз подсознаниеңіз сіздің 7-8 жасар бала деп айту қиын болатын болса, онда сіз өзіңіздің тәніңізді 7-8 жастағы бала деп есептеңіз. Приблизительно біз өзіміздің программаларымызды сол кезеңде жазып аламыз. Енді сіз ішіңізде осознанно дыханиямен өзіңізге орала отырып, осы балаға қамқорлық танытуға тиістісіз. Ол айтады, ішіңіздегі подсознаниеңіз айтады, біз ақшасыз қаламыз, енді не істейміз деген қорқыныш көтеріледі. Дене үйреніп қалған, сол қорқыныштарды үнемі сезінуге, денеге сіңіп қалған ол программа. Наше тело как разум, дейді Джо Диспенза. Яғни тело стало разумом, дейді. Тән уже разумға айналған, санаға айналып кеткен. Уже сіз новый санамен өмір сүрмейсіз. Тәніңізде, сіздің мысалға менің тәнімде, представьте, ішімде менің ақшасыздық деген қорқыныш мекендейді. Яғни сол қорқыныш не істейді? Время от времени мен телома полностью көтеріледі да, мен уже қайда отырғанымды, не ішіп отырғанымды, не жеп отырғанымды сезбей өз-өзімнен дегбірсіздене бастаймын. Мәссаған, как будто ол шындық сияқты, как будто мен енді ақшасыз қалатын сияқтымын, енді өмір өзгермейтін сияқты денемнің бәріне көтерілген кезде бір өзіңізді үйретесіз. Бүгіннен бастап осы сөзді өзіңізге 1000 рет айтыңыз. Мен қазір ересекпін. Мен ересекпін. Я не маленькая, я взрослая, есейдім. Я зрелость деген нәрсе келіп, даналық, есейгендік қону керек. Сол кезде сіздің денеңізде көтеріліп кеткен кезде өзіңізді басасыз, денеңізді былай
Как будто сіздің ішіңізде қорқақ, уайымшыл, ұялшақ, жаңағы жалқау, подсознаниеңіз солай. Енді сіз соны тәрбиелеуге тиістісіз. Соған айтасыз: жаным, ботам, бәрі жақсы. Біз бұлдан да басқа проблемалардан шыққамыз, дәл осы жерден шығамыз. Құдай бар. Мен қазір божественный энергияға қосылам, уайымдама, яғни өзіңнің денеңе қамқорлықты өзің жасай бастайсың. Ол қорқыныш көтерілген кезде үнемі жаңағы өзіңді қағып отырып еркелетесің. Бірнеше мәрте сен как только өзіңнің вниманиең, бұған дейін сен білгенде жоқсың қорқатыныңды, бессознательно өмір сүріп жүрдің, деп сыртта жүрдің. Енді сен өзіңе назар аударған кезде, оказывается, сен өзіңнің қорқақ екеніңді енді көре бастадың. Мәссаған, мен денем қорқады екен деп. Сол кезеңдерде сен ересекке айналып өзіңді жұбатуға тиіссің. Яғни өзгелерден күтетін жақсы сөзді, өзгелерден күтетін қарым-қатынасты, қамқорлықты өзіңе бере бастайсың. Осы кезеңде 24-25 жылдарда сіздер байқасаңыздар, адамдардың көпшілігіндегі осы денесіндегі программалар қатты көтеріле бастады. Адамдар көре бастады өзінің жата беретінін, энергия бітіп қалатынын. Сондай моменттерде өзімізге ұрыспаймыз да, дыханиямызға назар аударамыз. Міне қазір и өзіміздің дыханиямызға назар аударып, қайтадан фокусты өзімізге алып келеміз. Енді сол моменттерде сіз дыханияға назар аударған кезіңізде, представьте, сіздің бойыңызға кәдімгідей не қылады. Сіздің бойыңызға жіберіледі. Мысалға, сіздің, оны Садгуру айтады, резервуарыңызда, сіздің бессознательный, көзге көрінбейтін слепая зонаңызда сіздің әртүрлі программаларыңыз бар. Солар көтерілуде. Сіз оларды кішкентай кезіңізде, 8 жасыңызда өміріңізде алған бір қорқынышты сәттеріңіз болды, шокировать етіліп қалған моменттеріңіз болды. Сіз оларды проживать етіп үйрене алмағансыз. Яғни қорқып қалған кезіңізде қатып қалғансыз, өзіңіздің қорқынышыңыздан қашып кетеміз, өзіміздің страданиямыздан ойбай страдать етуге болмайды, ойбай жаңағы қайғыруға болмайды, ойбай уайымдауға болмайды деп өзіміздің ішкі сезімдерімізден қорқамыз. Яғни осы нәрселермен біз байланыста емеспіз, біздің жаңағы ішкі әлемге үңілген сайын, біздің ішкі әлемде 60 түрлі эмоциядан тұрамыз. И сіз жаңағы өзіңіздің фокусыңызды ішіңізге бұрған кезде, сіздің денеңізде әртүрлі эмоциялар көтеріле бастайды. И основном көтерілетін эмоция қорқыныш, негізі тревожность, уайым, как будто бір жамандық болып қалатындай болашақта, как будто бір қазір бір қиындық болатындай, осы сезімдер бүкіл денеңізді жайлап алады. Сіз ол сезімдерге қалай кетіп қалғаныңызды өзіңіз білмей қаласыз. Сол кезде сіз осы дыханиеде тұра беретін болсаңыз, міне кеудеңізге қайтадан назарыңыз дыханияға аударсаңыз, сіз сол кезде дұрыс проживать етіп үйренесіз. Яғни өзіңіздің эмоцияларыңызды дұрыс, грамотно сезініп үйрене бастайсыз. Міне маған қорқыныш көтерілді. Я қорқып тұрмын. Да, это нормально. Елдің бәрі қорқады, сіз ғана қорқпайсыз. Әлемнің бәрі қорқады, маған да келеді ол қорқыныш. Сол моменттерде, да, это нормально дейсіз да. Мен бірақ кішкентай бала емеспін. Мен уже ересекпін. Сондықтан ол әшейін ішімдегі сезімім, қорқынышым дейсіз да. Сіз осы дыханияны, назарыңызды, фокусыңызды қойсаңыз, как будто мынау тас қояды, тасты ыдыратып жүрген сияқты, сіз өз сезімдеріңізді ыдыратып үйрене бастайсыз. Бұрынғыдай сізді уже сезімдеріңіз басқара алмайды. Сіз взрослыйдың позициясында ішіңізге діңгекті қойдыңыз, стерженді қойдыңыз, сізді уже эмоцияңызда, ойыңызда алып кете алмайды. Ничего страшного, да, қорқып тұрмын, я люблю тебя, қорқынышым, но оның барлығы өтірік, оның барлығы менің бессознательный әбден үйреніп қалған программаларым. Бұл шындық емес. Мен сіздерге бір нәрсені анық ұқтырғым келеді, жан боталар. Прям ұғып алыңыздар жан жүректеріңізбен. Адамның мына ойы, сіз ол ойды өзіңіз құрастырмайсыз. Ешқашанда мен қазір пустты басайын, мен мына ойды ойлаймын деп ойламайсыз. Ой на автомате, сіздің ешқандай қатысуыңызсыз өз-ақ келеді, өз-ақ кетеді. И адам просто сосуд, бүкіл ойлар келуші, эмоция келуші, кетуші, біз чистое сознаниеміз. На самом деле мен сіздерге қазір мен кіммін деген глубинный, егер менің менторствома келсеңіздер, сол жақта айтылатын тақырыптардың бірі, яғни кто я
Мы сознание. В сознанияде міне қазір менің сознаниемде іште есімде, санамда әртүрлі процесстер болып жатыр. Ол жерге ой келіп жатыр, эмоция келіп жатыр, восприятие келіп жатыр, реакция келіп жатыр. Яғни мен алып мұхитпын, шексіз санамын. Осы сананың үстінде әртүрлі процесстер болып жатыр, иә? Қараңыздар енді. Соған ойлар келіп жатыр. Ой үздіксіз келіп жатыр. Енді ол ойлардың барлығын мен қазір осы ойды ойланайын демеймін. Біз әбден дағдыланып қалған, привычкаға айналып кеткен ойлар, ол басқа келіп үйреніп кеткен. Мен өзімді ол ойларым үшін кінәламаймын. Менің де басыма негативный ойлар келуі мүмкін. Менің де басыма ешқандай адам баласына грамм пайдасы жоқ ойлар келуі мүмкін. Мен просто мягко фокусымды дыханияға аударам. Яғни егер сіз өзіңіздің ойларыңызға әр қарай накрутить етіп, оның ішіне кіріп кетіп, ол ойларды әр қарай айналдырып, мен осы нәрсені ойлайын шындық деп өзіңіз алып кетпесеңіз, ол ойлар сізге ештеңке істей алмайды. Ойға билік беріп отырған өзіңіз болып табыласыз. Когда сіз өзіңіздің дыханияңызға назар аударған кезде, сіз мягко ойдан өзіңіз не істедіңіз? Қайтарып қойдыңыз. И ойлардың бір қасиеті, олар не істейді? Олар қалай келді, солай кетеді. Ешқандай ой адамның басында мәңгілік тұрақтап қалмайды. Бізге келген нәрсенің барлығы былай кетуші, ағып кету керек. Келіп жатыр, кетіп жатыр, ағып жатыр, иә? Енді қараңыздар, жанботалар, осы нәрсені анық ұқсаңыздар. Сіз өзіңіздің бір ойдың ішінде тұрған кезде, мысалға сіз ойлаңызшы, түс көріп жатсыз, ұйықтап жатсыз, и түсіңіздің ортасында, кейін сіз жоғарғы осознанностьқа келген кезде, ол дәрежеге де жетесіз. Сіз өзіңіздің түсіңіздің ортасында оянасыз. Сол сияқты сіз өзіңіздің мен мына нәрсені ойлап жатыр екенмін ғой деген сізде ояну осы болып табылады. Яғни мен мысалға сізді бір жамандаған адам болды делге, сіз соны ойлап, ол нәрсенің сізге пайдасы да жоқ, грамм ол сіздің денсаулығыңызға пайдалы жоқ, или болмаса сіз бір ауруды ойлап қорқып тұрсыз. Ол аурудың сіз ауырған да жоқсыз, өзіңізден өзіңіз диагноз қойып алдыңыз, соның ішіне кірдіңіз, айналдырып жатсыз ба? Бір моментте мен не ойлап жатырмын? И сондай кезде сұрақ қойыңыз. Яғни бұл ойдың маған грамм пайдасы бар ма? Егер сізге ешқандай ол ой пайда әкелмейтін болса, не ақшалай, не қуантыратын, не денсаулығыңызға, не бала-шағаңызға, не анализіңізге ешқандай пайда әкелмесе, онда мягко қайтарыңыз да өзіңізді дыханияға алып келіңіздер. Мен сіздерге айтқым келеді. Прям полностью в основном пустой бамбук, яғни ешқандай ойсыз болуға дағдыланасыздар. Бірақ ой сіздерге адам айтуы мүмкін, мен полностью ойым толық отключен деген нәрсе жоқ. Ой бәрібір на периферии екінші планға қалады, ол келіп тұрады. Сіз өзіңіз енді таңдау жасай аласыз. Ол ойдың ішіне кіруге или болмаса ол ойдан өзіңізді қайтаруға. Дыханияға назар аударамыз қайтадан өзіміздің фокусымызды өзімізге алып келе бастаймыз. Сол сияқты ой сияқты біздің эмоцияларда тұрақсыз. Ешқандай эмоция сіздің бойыңызда мәңгілік қалып кетпейді. Например, сізге эмоция қандай қорқыныш келді. Енді ақшам болмайды, ойбай, осы жерден енді қайтемін, енді осы проблемадан шыға алмаймын деген эмоция келді ма? Научитесь грамотно проживать. Яғни сіз егер өзіңіздің бұл менің жай ғана эмоциям, когда сіз біздің адамдардың ең үлкен қателігі өзін оймын деп ойлайды, өзін оймен отождествляет, яғни я мысли деп ойлайды, және өзін эмоциямын деп ойлайды. Ол сіз емессіз, ол сіздің бойыңыздағы просто эмоцияңыз. Сіз ойда емессіз, жанбота, сіз эмоцияда емессіз. Эмоция сіздің өмірді сезінуге, өмірді краска беруге берілген сіздің бойыңыздағы сезімдер болып табылады. Сол сезімдердің арқасында біз өмірді сезіне аламыз. Но сіз эмоция емессіз, ол сіздің көмекшілеріңіз барлығы. Сол моментте эмоция келді ма, сразу бұл менің эмоциям, разделяем, өзімізден бөлеміз. Яғни бұл менің қорқынышым, жанбота кеп тұр екенсің, болашаққа байланысты ақшадан қорқынышым дейсіз да. И что делаем? Ересекке, мен ересекпін, мен бөпе емеспін. Яғни дыханияда отырған кезде бір аз уақыттан кейін сіздің ана эмоцияңыз асқазанға тамақ түскен кезде қатып қалады ғой, кейбір кезде қорытылмай. Сол сияқты сіз өзіңіздің сезімдеріңізден қорыққан кезде қатып қалып жатсыз, застойда тұрып қалып жатсыз. А когда да, это моя эмоция, и это ни о чем не говорит, и сіз сол эмоцияға вниманиеңізді бөліп дышать
деміңізді просто ішкі фокусыңызды өзіңізде ұстап тұрған кезде бір кезде ана эмоция не істейді, кетіп қалады. Яғни ол эмоция сразу ағып кетеді. Сізге келген нәрсенің барлық ағып кетуі тиіс, проживать ету керек. Барлық нәрсе алмасып жатыр, уақытта өтіп жатыр. Бүкіл нәрсе сіз просто алып сознаниясыз, сіз арқылы өмір өтіп жатыр. Сіз арқылы кезеңдер өтіп жатыр. Сіз арқылы эмоция өтіп жатыр. Сіз арқылы энергия өтіп жатыр. Сол қалыпта потокта ұстап дыханиеда отыра бересіз, иә? Келді, және ол қалай кетті. Адамдардың көпшілігі өмірінде бір кезеңдер болған кезде, или болмаса өмірінде бір қиындықтар болғанда, проблемалар болған кезде, ішіндегі эмоциялар көтерілген кезде, сразу жаңағы өзінің түп санасындағы подсознаниесінде кішкентай бөпеге түсіп кетеді, 3 жасар балаға. Яғни қорқыныштың ішіне кіріп кетеді, өзінің эмоциясының ішіне кіріп кетеді да, ересек не істейді? Жоғалып кетеді. Сондықтан өзі кішкентай балаға айналып кетеді адам. Мә, кішкентай бала, енді ақшаны қайдан табамын деп не істейді? Қорқады это кішкентай бала. Или кішкентай бала, енді өмірді қалай сүрем деп уайымдайды, өйткені ол кішкентай бала. Сол кезеңде сіз осы кішкентай балаға ішіңіздегі, наоборот, есейіп, мен ересекпін, мен взрослыймын, мен ересекпін деген сөзді өзіңізге іштей түсіндіріп, есейіп, фокусыңызды өзіңізге қайтарасыз да, наоборот, бәрі жақсы болады. Біз бұл жерден шығамыз. Алла тағала менімен бірге, Алла тағала сізбен әрдайым бірге, Жанбота, бүкіл адамзат баласымен, тіршілік атаулымен әрдайым бірге. Сол дүниелерді айтасыз да, өзіңізді шығара бастайсыз. Түсінікті ғой, иә? Енді маған покажите мне, пожалуйста, эти комментарии.